Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін менің каналымда 500 оқырман болды. Барлықтарыңызға рахмет айтқым келеді. Соған орай Instagram парақшасында вафли рецептісін саламын деп айтқан болатынмын. Сонымен бастайық. Негізі 5 жұмыртқа керек. Менде үлкен болғандықтан 4 данасын қолдандым. Жұмыртқаның үстіне қант саламыз. Қант ерігенше миксерлейміз. Содан кейін бөлме температурасындағы майды саламыз. Май міндетті түрде еріп тұрған болу керек. Егер сіздерде май қатты болса, онда микротолқынды пеште ерітіп алсаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнды 2-ге 3-ге бөліп салып араластырамыз. Ең бастысы түйіршіктеліп қалмауы керек. Осы жерде вафли темірін тоққа қосып қыздыра берсек болады. Негізі миксердің көмегінсіз шаншқымен араластырып істеуге болады. Барлық ингредиенттер бір-біріне қосып. Маған миксермен қолданған ұнайды, себебі масса бізде үлпілдек, яғни воздушный болып тұрады. Осы массаға корица, лимон қабығын, ванилин, ванильный сахар қосып зерттеп көрсеңіздер болады. Мен барлық тәжірибені көрдім, барлық ұнады, бірақ дәл осы рецепт, яғни ештеңе қоспай істеген қаттырақ ұнады. Қызып тұрған вафли теміріне үлкен қасықпен 1 қасық саламыз. Бетін жауып 2 минут күтеміз. 2 минуттан кейін ашамыз. Вафли қатпай жатып тез-тез ораймыз. 3-4 секунд аралығында орасаңыздар, вафли қатпайды. Яғни біздің вафлидің піскенін осылай видеодағыдай қоңыр түстес болып тұруы керек. Егер сіздерде ақ және де сары түстес болып тұрса, онда ол әлі піспеген деген сөз. Тағы да кішкене 1-2 секундтай ұстау керек. Барлығын осылайша пісіріп орап шығамыз. Осы ингредиенттерден менде 25 дана вафли шықты. Міне қараңыздаршы, видеода көріп тұрғандарыңыздай өте күшті болып піскен. Орысша айтқан кезде хрустящий болып, рассыпчатый болып тұрып, тез сынып қалады. Негізі нағыз вафлилар осындай болып табылады. Мен негізінде 25 дана деп айттым, бірақ дастарханға мен бар жоғы 10 данасын ғана қойған шығармын, себебі піспей жатып, ыстығы суымай жатып, менде қыздарым барлығын жеп қойды. Міндетті түрде дайындап көріңіздерші, қалай шыққанын комментарияға жазыңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы болғай.